Сәлем баршаларыңызға, сіздермен Айгерім менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында борщ дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, түсі қып-қызыл болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен мен барлық затты турап алдым. Етті, капустаны, пиязды, чеснокты, картошканы және алдын ала менде туралған қызылша, сәбіз, морозильникте сақталған осыларды дайындап алдым. Енді достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көре аласыздар. Қазанды қойып, азғана сұйық май құйып, етімізді салып қуыратын боламыз. Достар, менің каналымда өте оңай әрі тез дайындалатын пирогтың түрі бар. Жасап көрсеңіздер болады. Жақсылап етімізді қуырамыз, қақпағын жауып, суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Достар, менің толық құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін пияз бен чеснокты салып жақсылап қуырып аламыз оны да. Кез келген комментарийларыңызға жауап беремін. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып қойсаңыздар болады. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін свекла, қызылшаны салып, бұларды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Қақпағын жауып, томатты ұмытпадыр екен, бір қасық томатты салып, жақсылап қуырып аламыз. Алдын ала мен чайникке су құйып қойдым, қайнап тұр. Мен негізінде қайнаған су құям, сіздер салқын су құйсаңыздар да болады. Жақсылап қуырып алғаннан кейін суды үстіне құятын боламыз. Көбісі салқын сумен жасайды, мен қайнаған сумен, сіздер де жасасаңыздар болады. Міне қайнады, енді дәмін көреміз. Дәміне қарай тұз саламыз, тұз жетіспесе. Тұзды дәміне қарап саласыздар. Қайнағаннан кейін капустаны саламыз. Капустаны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып пісіріп аламыз. 5 минуттай қайнатып аламыз капустаны. Барлығын салғаннан кейін. Міне, қайнады, үстіне енді картошканы салатын боламыз. Дәміне қарай тұзды саламыз, тағы да тұз қостым, өйткені маған жеткен жоқ. Қайнатып алдым 5 минут, енді картошканы салатын боламыз. Картошканы салып, жақсылап араластырып, бетін жауып пісіреміз. Және мен екі тал лавр листін салдым. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Маған көп пайдасы тиеді. Лавр жапырағын салып қайнатып аламыз. Картошка піскеннен кейін ашып көреміз, тексереміз. Картошкасы пісті. Міне біздің тамағымыз дайын. Енді ұсынуға болады. Міне салдым, ас болсын, бетіне укроп және майонез салдым. Жасап көріңіздер.